Айт мұсылмандардың ұлы мейрамы. Ислам дінінде екі мереке бар. Ол ораза айт және құрбан айт мерекесі. Шариғат бойынша 30 күн ораза біткеннен кейін Шәувал айының 1-ші күні ораза айт болып есептеледі. Ескере кететін жайт, ораза айт 1 күн. Алайда халық арасында қалыптасқан әдет бойынша 3 күнге дейін дастархан жайылып, айттаумен жалғасын табады. Айт намазына дейін әлеуметтік жағдайлары төмен отбасыларының да мереке күндері дастархан жайып халықпен бірге қуанулар үшін пітір садақалары таратылады. Бұрын араздасқандар татуласады. Ал құрбан айт 4 күнге жалғасады. Айт намазы оқылған соң Алланың разылығы үшін ұлық құлшылық болған құрбан шалу рәсімі жасалады. Мерекелік дастархандар жайылып, халық құрбандық еттерінен дәм татады. Ораза айт күні айт намазына дейін пітір садақасын беріп үлгеру керек. Намазға шығар алдында ғұсыл құйынып, әтірленіп, жаңа киім киіп, құрма жеп, қуаныш пен шаттық көңіл күймен тәкбір, Аллаху әкбар айтып мешітке барады. Айт намазын оқиды. Ораза айт кезінде мұсылмандар бір-бірін құттықтап, мерекелік дастархан жайып, туыстар мен дос-жарандарды қонақ етеді. Бұл күні Алланың разылығы үшін әрі мол сауап алу мақсатында 1 ай бойы ауыз бекітіп, мұсылмандықтың 5 парызының бірін орындаған жандар Рамазан айымен қимай қоштасып, келесі Рамазанға есендікке жетулерін тілеп, мінәжат етеді. Ал Рамазан айының аяқталуымен келетін 3 күндік ораза айтының қадір-қасиеті ерекше. Бұл мереке туралы Абдулла ибн Масудтан жеткен хадисте, мүмін пенделер Рамазан айының оразасын толық ұстап, айт күні намазға бет алғанда, Алла тағала періштелерге: періштелерім, адамзат бейнет атқарса, ақысын талап етеді. Пенделерім мен парыз еткен оразаны атқарып, ақысын алуға мешітке бет алды. Олар мен үшін ораза ұстады, менің пәрменімен ауыз ашты, енді қуанышқа кенелсін. Сендер куә болыңдар, оларда жарылғадым делінген. 3 күн тойланатын айт мейрамы алдымен айт намазын оқумен басталады. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед өз өсиетінде айт күні бірінші орындайтынымыз намаз оқу деген екен. Бұл намаз исламның ұраны болғандықтан пайғамбарымыз Мұхаммед өмірінде оны бір ретте қалдырмай оқыған. Айтта мұсылмандардың бір-бірімен татулықтарын арттыруы мерекенің негізгі сәні. Осы мақсатта пайғамбарымыз бір-біріне сыйлық беріп татуласыңдар. Бір-біріне берген сыйлықтарың араларындағы өшпенділікті жояды деп өсиет еткен. Ораза айт мерекесі Шәувал айының 1-ші күні басталып, 3 күнге созылады. Ол күні ертерек тұрып, ғұсыл алып, мешітке айт намазына қош иісті болып бару пайғамбарымыздың сүйсіне жасайтын амалынан екен. Сондықтан да бұл амал мұстахаб саналады. Себебі бұл қасиетті жұма сияқты көпшілікпен ашық жарқын араласатын күн. Жұма күні қандай амалдар сүннет болса, айт күніне де солай. Осы айтқа байланысты тағы бір сүннет амалы жайында хадисте пайғамбарымыз айт күні мешітке барған жолымен қайтпай, басқа жолмен қайтатын еді делінген. Бұл да әрбір мұсылман үшін сүннет. Бізге жеткен салих дереккөздерге қарағанда, исламға дейін Мәдина халқы әрбір жылы 2 күн ұлан асыр той жасайтын болған. Меккеліктер бұл қандай мереке деп сұрағанда, мәдиналықтар жахилиет дәуірінен бері тойлап келе жатқан мерекеміз деп жауап беретін. Бұны естіген хақ елшісі: Алла тағала сіздердің бұл мерекелеріңізді фитр, ораза айты, мен құрбан мерекесі етіп өзгертті деп бұйырады. Осы хадистегі фитр мерекесін ислам ғұламалары 30 күнгі оразадан кейінгі ораза айт мерекесі деп біледі. Осылайша Алла елшісінің бастамасымен ескінің сарқыншағы жаңа илахи 2 мерекемен алмастырылған болатын. Жафар бин Мұхаммедтің жеткізуіне қарағанда, Алла елшісі ораза айт мерекесі күндері әдемі киімдерін киіп жүретін. Ораза айтының намазын оқымай тұрып, май мен құрма жейтін. Хасан ас-Сабит: 2 айтта да хақ елшісі бізге әдемі киінуді, жұпар иіс себуді, жағдайымыз мүмкіндігіне қарай семіз малды шалуды бұйыратын еді дейді. Осы хадиске байланысты ислам ғұламалары мұсылмандарды ораза айтының таң сәрісінде бой дәрет алып, тістерін тазалап, мұнтаздай таза һәм әдемі киімдерін киіп жүруге үндейді. Ораза айт намазынан бұрын пітір садақа беріп, мешітке барып, уағыз насихат тыңдау мұстахаб. Ораза айты 30 күндік оразаны аман есен аяқтағаннан кейін, бейне осыған шүкіршілік іспетті илахи шуағы мол мереке. Ай бойы Алланың разылығы үшін ашқұрсақ жүріп, көзді харамнан, құлақты өсек тыңдаудан, тілді ғайбат сөйлеуден тыйып, көңіл айдынын хақ дариясымен суарып, жүректі ақиқат сырларына малындырып, адамзат баласы, мумен,
хаққа, жан тәнімен илану мақамына көтеріледі. Осы илахи жаңа леппен қауышуына орай Алла тағалаға сансыз шүкіршілік ретінде ораза айты күні мұсылман қауымы 2 рәкат намаз оқиды. Намаздан кейін ораза қабыл болсын, айт құтты болсын деп бірін-бірі құттықтап, мәре-сәре болып жатады. Осы күні дүйім жұрт дүркіретіп той жасап, дастархан жайып, аста төк ас беріп, бар мен нарын хақ жолына жұмсайды. Пайғамбарымыздың үмбеті қазақ халқында айт күндері 40 немесе 70 үйге айттап кіріп шығу керек деген дәстүр бар. Әлбетте, шариғат мұндай санды міндеттемейді. Бұл қонақжай қазақ халқының ақжарма, кең пейілдігінен туындаған ізгі салт екені белгілі. Жалпы 30 күнгі ораза мұсылмандарды тақуалыққа баулса, айт күнгі қуаныш күйбең тіршіліктегі өкпе назды ұмыттырып, мұсылмандардың бауырмалдығын күшейте түседі. Олай болса, 30 күнгі оразамен халқымыз тақуалыққа бой ұрып, тектілік тұғырына көтерілсін. Ораза айт мерекесімен ұлтымыздың мерейі тасып, бірлігі мен тірлігі арта берсін деп тілейміз.